Миксерсіз, арнайы формасыз осы пирогты жасап көріңіздерші. Қолдарынан түк келмейтін қыздардың өзі пісіре алады мына пирогты. Өте дәмді болып шығады, заттары да қарапайым. Ендеше кеттік. Енді құрғақ заттарды араластырып аламыз. Какао, ұн және қант, шым-шым тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ас содасын қосамыз. 2 шай қасық ас содасына 1 шай қасық уксус қосамыз. Сонда біздің пирогтан ас содасының дәмі білінбей тұратын болады. Осылай көпіртіп тұндырып аламыз. Сұйық заттар, жұмыртқа, сұйық май, сүтті қосып, лопаткамен немесе осылай қасықпен араластырамыз. Араластыру жағы ешқандай қиындық туғызбайды. Осылай бір келкі болып оңай араласады. Енді бізге противен қажет болады. Әсел пештің противені болса тіпті қатып кетеді, немесе осындай үлкен противенге құя берсеңіздер болады. Мен астына фольга төсеп осындай формаға құйғанды жөн көрдім. Жалпы бұл пирог үлкен әрі биік болып шығады. Тіпті 2-ге бөліп, ортасынан арасына крем жағып, торт ретінде ұсынсаңыздар да болады. Үстіне құюға шоколад пен сүтті ертіп аламын. Піскен-піспеген осындай тіс шұқығыштың көмегімен анықтап алсаңыздар болады. Енді үстіне шоколадты ганашымызды тегістеп құйып шығамыз. Осымен біздің үлкен әрі тойымды дәмді пирогымыз дайын. Ал енді сіздерге ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын.